общем, достар, қараңыздар. Сіздер міне біз Павлодар облысындамыз. Міне мынау фиолетовый көрдіңіздер ме? Көл. Міне. Цветін қараңыздар, ерекше. Машинамен келатырмыз енді. Біз ана Россияға баратырмыз. Успенка нар жағы. Успенка нар жағы, е? Уже на границе с Россией. Вот. Міне Темірболат мырзаның машинасымен бәріміз. Міне біз самый крутой лидеріміз отыр бұл жерде. Осылай міне. Если хочешь, айтады ғой, изменить свою жизнь, не сиди на месте дейді. Біз вот не сидим. Көрдіңіздер ме өздеріңіз байқап отқан шығарсыздар. Никогда не сидим. Жүре береміз. Міне. Мына жақты қараңыздаршы, табиғат қандай керемет. Әне, орман тура. Ал міне біз көрдіңіздер ғой жолда. Мына біздің Дугурхан деген лидеріміз Темірболат мырзаның келіні болып келеді. Осылай біз міне жұмыс істеп жатырмыз. Мен командам. Қойшы. Точно ма? Біз енді Құдай қаласа империал мастер боламыз деп бәріміз үміттеніп жатырмыз. Осындай жақсы бизнесті қолдан жіберіп алмайық деп жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан сіздерде отырмаңыздар. Осылай қозғалып тұрсаңыздар, өз Алла Тағала жіберіп тұрады мүмкіндіктерді. Өзіңіз бір ауыз сөз айтасыз ба? Дугурхан ханым? Жоқ. Айтып берсеңіз кішкене партнерларыңызға. Жұмыс істеңіздер деп. Дугурхан. Что-то врасплох меня застряли, прям застали. Вот у меня спонсоры хорошие. Сделала звонок. Да. Едем зарегистрировать людей с России. Чтоб корни были у нас на Кавказе. На Кавказе. Ага, все. Едем вот в Лозовое, на таможню с Россией. Хотим продолжить свой бизнес на Кавказе. Вот, чтобы ветка туда А пошла. чтобы были у нас хорошие корни. Фундамент, да? Чтобы Да. сильный был. Вот. Алла қабыл етсін ниетімізді. Жақсы компанияны ұсынып жатырмыз. Сондықтан біз ешкімнен ұялмаймыз. Мынау продукциясы өз жақсы интернет-магазин. Тіркелсек, кемінде деймін 30 адам тіркеп, оның ішінде 15-ін жақсылап тұрып үйретіп жүрсек, түсіндіріп, бізге уже ол кісілермен жұмыс істеп те керек жоқ. Неге десеңіздер, ол кісілер үйретіп қойғасын, олар бір қабат алып, продукцияны алып тұтынып көргеннен кейін, продукция сам себе оправдывает ол. Любой кісі, даже оған білімнің керек жоқ, любой тупой адам алып, тұтынып қолданып көрсе, качествосын, разницасын көреді. Что қандай бұрыннан бері қандай продукциямен жүр, қазір қандай продукция. Жай зубный пастамен щеткамен өзі жеткілікті. Басқа ештеңемен де керек жоқ даже. Қалғандарын айтпай-ақ қойсақ та болады оны. Сол сияқты мына жерде бір жаңағындай үйретіп жаңағы бір 30 адам ішінде бір 15-ін үйретіп жіберейікші, 30-ын тіркейік. Қалғандары сосын ақын жүріп оянады. Но факт то, что біз мына барған немізді бет алым жоқ болмағандай, что веткамыз кетсе, ертең зато сол кісілердің арқасында біз жемісін көреміз. Бүгін қазір күнде егін салып жүрміз. Жан-жақтың бәріне поляның бәрін шашып. Точно, егін қойып. Иә, егін. Алла қаласа ертең жемісін бәріміз көреміз. Сондықтан андайда тоқтамау керек, жатпау керек. Так что солай, құрметті ата-аналарыңыздар, тоқтамаңыздар. Осы жатсаңыздар ертең Темірболат Ғалымжан мырзадан түк қалмады деп өкпелеп жүрмеңіздер. Дугурхан ханым бар бәріміз. Осы біз әлі осы жаққа емес, әлі Құдай қаласа Баянауыл, Жасыбай жаңа келіп отыр. Кеше мен келе алмаймын мына жаққа. Мына кісілер шақыртқасымен әдейілеп келіп отырмын осы жаққа. Анау жақта Жасыбайға, бізге Торайғырға, жан-жақтан жердің түптерінен келіп отыр. Демалуға кісілер келіп отыр, өздері келіп отыр. Соның бәрін тек шетінен ұстап, тек тіркеп отырмын бұрқыратып. Аллаға шүкір, тамаша. Кеткім келген жоқ, Темірболат мырза звондағасын сосын кеттік, мына жаққа шығып кеттік. Хорошо. Соны орында отыра бермей, анау жұмыс істегісі келіп тұрған кісілерге барып, соларды үйретіп жіберсек, Әрине. ол жақсы болады. Аяқ астында Сәкен мырза кездесіп қалды. Сәбит мырза. Ол кісімен де кездесіп, жақсы болып қалды ол кісі. Ертең Майкайынға барамын дейді, тоже сендермен бірге жұмыс істеймін деп отыр. Ол түсінген адамдар істейді. Түсінбеген адамды түсіндіре алмайсың.